Кайырлы күн, құрметті достар. Сіздерге мен келесі Mentimeter деген сервисті таныстырғым келіп отыр. Браузерге міне mentimeter.com деп жазасыздар. Сонда сіздерге осындай меню бет ашылады. Бұл жерде сіздердің жасаған жұмыстарыңыз және басқа әріптестердің жасаған жұмыстарын өздеріңізге көшіріп, өңдеп қолдануға болады. Бұл жерде жаңадан папка ашуға болады, және жаңа бет ашуға болады. Мысал ретінде бұрынғы қолданған сұрақтарға пән ретінде сұрақтарға қойып қолдануға да болады. Потенциалдық энергияның формуласы қайсы, яғни оқушылар берілген кезде бірден дұрыс жауабы былай диаграммасы көрініп отырады. Тура осылай нақты дұрыс жауабын сіз бірден көре аласыз. Оны қалай істеуге болады? Ол үшін сіздер жаңа presentation деген жерге басамыз. Бұнда атын қоямыз. Атын біз кері байланыс дей салайық. Байланыс. Create presentation деп басасыздар. Сіздерде сіздерге осындай слайдтың түрі ашылады. Осы жерге біз типтерін таңдаймыз. Мен көбінде осыны таңдаймын. Басқа түрін таңдауға да болады. Бірақ маған осы ұнайды. Бұл жерге біз сұрақтар қоямыз. Бұл жерге кері байланыс деп дұрыс қоя салайық. Келесі бұл жерге қандай кері байланыс? Мысалға жайлы мен көңілдімін, көптеген жаңа ақпаратпен таныстым. Біріншісіне. Так, екіншісіне мен көңілсізбін. Көңілсізбін, ақпарат мен үшін көп болды. Екеуі жеткілікті. Осы екеуін. Енді қараңыздар. Мен көңілсізбін, ақпарат өте көп болды. Мен көңілдімін, ақпараттармен таныстым, көптеген. Енді оған бір картинка, суреттер қою керекпіз. Сол үшін міне суреттің батырмасын басасыздар. Клик, осы жерді басамыз. Содан кейін дайындап қойған сурет аламыз. Осындай картинкалар күліп тұрған күннің суретін қоясыздар. Кез келген кері байланыстың суреттерін өздеріңіз қажеттеріңізге қарай қоясыздар. Келесі екінші, мен бұлттың суретін алғым келіп тұр. Жылап тұрған бұлт, мен үйрене алмай қалдым деген сияқты. Барлығын істеп болғаннан кейін арт жағына бір фон қойғыңыз келсе, бұның авторы кім? Өзіңізді қойғыңыз келіп тұрса, мына жерден артына фон қоюға да болады. Так, сақталып алсын. Так, оқушылардың берген жауаптары көріну керек. Егер де сізге ұнамай жатса, онда өшіре салуға болады. Так, ары қарай керек жоқ. Енді настройкаға барамыз. Бұл жерде настройкада сіздер бір-ақ нәрсеге қарауларыңыз керек. Тілі Russian деп тұр, яғни орыс тілі деп тұру керек.
болды. Басқа ешнеге қарамайсыздар. Енді ары қарай біз сілтемені оқушыларға жібереміз. Enter'e bastım. Так, present дегенді басамын міне. Енді мен міне WhatsApp'қа барам. Қарасаңыздар, төменгі жақта міне бір адам мына www.menti.com-ға кіріп, мына код арқылы кіруге де болады, немесе сілтемесін жібере салуға да болады балаларға. Уже бастым, міне бір адам кірді. Уже бір оқушы істеп қойды дегенсіз. Осылай қанша бала қайсысын таңдайды, сол арқылы өте аз уақыт ішінде біле аласыз. Бұны сабаққа да қолдануға да болады. Тақырыпты қорытындылау сұрақтарына кері байланыс ретінде осылай жеңіл түрінде қолдануға болады. Барлық берілген дұрыс жауаптарды жүктеп алуыңызға болады. Осы жердегі барлық түрлерін қарап көріңіздер.